Баршаңызға қайырлы кеш болсын, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен үйде күнімен демалдым. Оңай емес, бір қаладан екінші қалаға 15 сағат жол жүріп келу, тем более машинамен деген сияқты. Және былай айтайыншы, қолдаушыларға, екі адамның общий бір қолдаушылар болады ғой, сол қолдаушыларға айта кетейінші, түсіндіріп бір жайттарды. Осы жолдың үлкен нүктесін мен өзім қойып жатырмын. Мен ол адаммен араласқым келмейді басқа. Біз ұрысқан жоқпыз, біз қырылған жоқпыз. Жүрген жерінде ол адаммен сәлем түзу болады, бірақ басқа жалпы ол адамның мен өмірімде болғанын қаламаймын. Концертіне мен алдында да айтқам негізінде. Сіздер үшін мен клипқа түсіп беремін дедім, сіздер сұрап тұрғаннан кейін. Және концертке сіздер сұрап тұрғаннан кейін ғана барып келемін дедім. Одан кейін мен ол адаммен араласпаймын дедім. Сол жалпы мені білесіздер ғой, осы уақытқа дейін қаншама адамдар мен артынан ғайбат сөздер айтты. Тек қана өзінің пайдасы үшін менімен араласқан адамдар болды, артынан өсек айтқан адамдар болды. Бірақ мен ешқашанда ит мені қапты екен деп мен барып итті қаппайды екенмін. Және мен ешкімге ренжімеймін. Мен барлықтарыңызға тілейтінім тек қана бақыт, қай жағынан болса да жолдарыңыз ашылып кетсін, ешқашан ауырмаңыздар, тез үйленіп, үбірлі шүбірлі болыңыздар. Мен ешкімге ешқашан жамандық тілеген емеспін. Мен барлығына әрқашанда бақытты бол, жолың ашылып кетсін деп қана тілеймін, болды. Мені ол адам жамандаса да, мені предавать етіп кетсе де, және ол адамның есімі менің өмірімде мен басқа аталғанын қаламаймын. Мен де өзімнің жалпы болашақ өмірімді құрғым келеді деген сияқты. Және ол адам мен өмірімде аталған сайын мен как будто бір личный өмірімде жолым жабылып қала беріп жатқан сияқты. Сол үшін түсінгендеріңізге рахмет. Мені енді дұрыс жағынан түсінеді деген ойдамын. Енді 18 жасымнан бері 4 жыл бойы мені қолдап келе жатырсыздар. Я это ценю. Шынымды айтайыншы, жақсы көремін сіздерді. Рахмет. Аллаға шүкіршілік етемін, мен осындай қолдаушыларым бар екеніне. Енді осы ситуацияны дұрыс жағынан түсінесіздер деген ойдамын. Мен де бақытты болайыншы. Мен де. Қазір мен бақыттымын, шынымды айтайын. Қазір ұнататын адамым бар деген сияқты. Сол адаммен бақытты болғым келеді, және сол адаммен мен өзім болашағымды көремін. И ол адаммен мен отношениямды көрсетемін ба, көрсетпеймін бе, бірақ білмеймін. Сол, короче, біліп жүріңіздер.